Қайырлы күн. Пеште піскен баялыдан салат жасайтын боламыз. Бұл майға қуырылғанға қарағанда жеңілірек болады. Баялының екі шетін осылай алып тастайсыздар, себебі пеште ол кеуіп кетеді. Қалғанын шұқалап осылай турап аласыздар. Енді жұмыртқа, тұз, бұрыш үшеуін жақсылап біркенше араластырып, баялының екі бетінде осы жұмыртқаға ұнатып аламыз. Панировочный сухариге бір бетін ғана ұнатып, осылай бетіне май құйып шығамыз. Себебі духовкада пісетін болғандықтан кеуіп кетеді баялылар. Дәмсіз болып шығады май құймайтын болсаңыздар. Салмасына майонез және сарымсақ осылай ұшқа етіп жағып алып, салат жапырағын қызанақты ұзын-ұзын етіп, яғни соломка етіп турап, ішіне саламыз. Өз қалауларыңызша әсемдеп салсаңыздар болады. Егер де дұрыс тамақтану болса, сізде майонездің орнына қаймақ та салсаңыз болады. Майда піскенге қарағанда жеңіл, дәмді болады. Сіздер де осы әдіспен жасап көріңіздер, ұнайды деген ойдамын. Ас болсын, сау болыңыздар.